мас болуң және маслайтын видеоларымызды жалғастырамыз. Қазіргі видеода біз рассылка бөлімін айтатын боламын. Міне мына жерде мынаны айта кетейін. Рекомендованные настройки деген бар. Бұл сіздің парақшаңыздың ашылғанда қанша уақыт болғанына байланысты программа автоматты түрде өзінің настройкасын қоятын болады. Ол туралы біз келесі видеода айтатын боламын. Егер сізге осындай ақпарат ұшатын болса, осы жерде өзіңіздің аккаунтыңыздың неше ай болғанын белгілеп кетіңіз. Шынайы көрсетіңіз, бұл өйткені өте маңызды. Сохранить басамыз. Енді мына рассылка бөліміне өтеміз. Осы жерден мына қазір бірінші жазылған жаңа подписчикке және взаимный жазылған подписчикке арнайы шаблон дайындап аламыз. Ол үшін оң жақ бөлімде 3 нүкте бар, шаблоны деп тұр. Осыны басамыз. Плюс деген батырманы басамыз. Енді название шаблона өзіміздің шаблонның атын қоямыз. Жаңа жазылушы деп қояйық. Енді текст шаблон, яғни жіберілетін сөзімізді дайындап алайық. Міне осындай текстті дайындап алдым. Мына жерде қарап отырсаңыздар, сәлем, одан кейін name деген түсініксіз сөз тұр. Бұл біздің жазылушымыздың аты. Яғни біздің парақшамызда кім жазылады, соның аты мына жерде name'нің орнына қойылатын болады. Міне мына еще синонимдер деген бар. Синонимдер дегеніміз, мына қарап отырсаңыздар, қош келдің, одан кейін қисықсыздар, қош келдіңіз, одан кейін төрлетіңіз. Осы 3 сөзді қолдандым. Яғни осы парақшама осы 3 сөздің бірі қолданылатын болады. Сәлем, пәленше парақшама қош келдік, немесе қош келдіңіз, немесе төрлетіңіз. Осы 3 сөздің біреуі қолданылады. Яғни бұл сөзді өзіңіз сөздің арасына жазу қажет болады. Яғни синоним дегенді қосамыз. Осы жерге біз сөзді ауыстыру қажет болатын болса, осы жерде жазамыз. Яғни мына жерді ауыстырып көрейік. Яғни жазыңыз синоними жазсаңыз болады деп жазайық. WhatsApp-қа жазыңыз немесе. Міне осы екі вариантты қостым. Енді галочканы басамын. Сұрақтар болса жазсаңыз болады, немесе WhatsApp-қа жазыңыз. Мына жазыңыз деген сөзді мен осы өшіріп тастаймын да. Мына жерге қосамын. Яғни жазым міне осы жерге жазыңыз деймін. Сосын қисық сызықты қосамын. Яғни сұрақтар болса жазыңыз, жазсаңыз болады, WhatsApp-қа жазыңыз. Осы 3 сөздің біреуі қолданылады. Бұны өзіңіздің сөзіңізге қоссаңыз болады. Ал енді мына name'ді біз имя получателя дегенді басқан кезде автомат түрде қосылатын болады. Біз name дегенді бір-ақ рет қолданыламыз бұл жерде. Енді сохранить етеміз. Содан кейін мына жерге бізге бірнеше вариант шаблонды қоссаңыз болады деп тұр. Енді мынаның бірнеше вариантын жасап көреміз. Яғни мынау бірінші вариантты, біз осының екінші вариантын жасап көрейік. Плюсті басамыз. Енді сәлем, қош келдің. Болды, осыны ғана қолданайық. Сохранить етеміз. Жақсы. Сообщение новым подписчигімді басамыз. Жоқ, бірінші мында қарап отырсаңыздар, кішкентай қара батырма бар, осыны басамыз. Сосын жаңа жазылушы деген шаблонды таңдаймыз. Сізде басқаша аты басқаша болуы мүмкін, бірақ мен осы шаблонды қазір дайындап шықтым, көрдіңіздер. Енді осыны басамын. Сообщение новым подписчику. Қазір қосылсын. Міне 21:33 менің рассылка новым подписчикам қосылды. Қазір іс жүзінде сынап көрейік. Міне мен қазір басқа парақшадан кіріп отырмын. Міне парақша. Қазір өзімді іздеп тауып алдым. Подписаться батырмасын басып көрейік. Істейме екен жоқ. Бастым. Так, WhatsApp-тан келіп тұр. Сообщение ашып көрейік. Әлі келмеді. Қазір программаға кіріп көреміз.
өкінішке орай менде жаңа аккаунттан сообщение келмеді. Қазір басқа аккаунттан іздеп қазір парақшаға жазылып көреміз. Подписаться етеміз. Кәне подписаться етілді. Запрос. Жоқ, келмеді. Өкінішке орай программа, яғни рассылка, жаңа подписчикке сообщение жіберу істемей тұр. Егер сіздерде істеп жатса, іс жүзінде қолданып көріңіздер, дәл осылай жұмыс жасайды негізінде. Қазір программа қайта оралайын. Өкінішке орай бұл функциясы жұмыс жасамады. Мен де неге екенін білмедім. Бұрындары жұмыс жасап тұрған. Осы видеода осының қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін деп едім, бірақ болмады. Жақсы, рассылканың қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін. Ал мына екінші функцияға келетін болсақ, сообщение при взаимном подписке. Бұл туралы айтып өттім. Осындай болғанда арнайы шаблон жасап аласыздар. Міне 3 нүкте шаблоны бөліне өтіп, плюсті басып, арнайы шаблон жасап аласыздар. Ал мына функцияны өшіріп қоя салайын. Енді рассылка дегенді айтайын. Рассылка бұл автомат түрде көп адамдарға бірден хабарламаны жіберу болып саналады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, выполнить рассылку по своим подписчикам, яғни менің подписчиктеріме хабарлама жіберу, және екіншісі менің жазылған адамдарыма хабарлама жіберу, және рассылка жіберу, бұл аккаунт файлдың ішінде аккаунттарға жіберу, және выполнить рассылку по аудитории публикации. Төртіншісі подписка, аудитория бойынша публикацияға жіберу. Так, қазір барлығын іс жүзінде көрейік. Біріншісін қолданбаймын, өйткені қазір подписчиктеріме дұрыс болмауы мүмкін. Бірақ сонда көрейік. Шаблоны бөлім етемін. Тесттік нұсқа. Сәлем, бұл тест. Жерге не получилось болып қойсақ болады. Сохранить етемін. Жақсы. Мында сообщениені басам. Выполни рассылку по своим подписчикам. Тест деген таңдаймын. Получение информации жүріп жатыр. Қазір менің подписчиктерім біреуіне хабарлама жіберетін болады. Міне еще айта кетейін, лимит деген бар бұл жерде 60, яғни күніне 60 адамға біз хабарлама жібере аламыз осылай. Кәне жүрді. Қазір бақылап отырайық, қалай жүзеге асатынын. Міне бірінші хабарлама жіберілді. Қазір өзімнің инстаграмы өтіп қалай екенін көрейін. Немесе дәл осы программаның өзінде дайрект бөліміне өтіп қарасам болады. Қазір загрузка жүріп жатыр. Міне сәлем, Лаура, бұл тест дейді. Так, удалить етейік. Жоқ, сообщениенің инстаграмның өзінен удалить етіп көрейік қазір. Міне дайрект бөліміне өттім. Мына сообщениені удалить етейік. Айтпақшы, Лаура, кешіріңіз, бұл тесттік сообщение еді. Отменить отправку сообщение. Болды. Бірақ бәрі хабарламамды оқып қойды, сонда да өшірдім мен бірақ. Дәл осылай жұмыс жасайды. Енді қайттан рассылка бөліміне өтейік. Рассылка. Так, тоқтатамыз мынаны. Мына екінші, үшінші функцияны қарастырмаймыз. Төртінші функцияға барайық. Бұл жерде тест дегенді алайық. Енді қараңыздар. Парақшама өтеймін. Осы комментарийдің астына, осы массфон және маслайтинг туралы видео түсіретін болсам, сіздерге қызықты ма деп жазған ем. 25 адам, 20 адамдай плюс қойыпты. Енді сол адамдарға мен автомат түрде сообщением жіберген. Яғни видеоны түсірдім да, мен оларға бірден видеоның сілтемесін жібере салайын. Яғни мен оның парақшасынан кіріп, дайректіне сообщение жазып отырғанша, мен осы программаны қолданайын да, бірден сообщениемді жіберейін. Ол үшін копировать ссылку дегенді басамыз. Көшірілді. Енді осы жерден оставший комментарий, яғни комментарий жазған адамдарға өзімнің сөзімді жіберемін. Мына жерге ссылканы қоямыз. Енді окейді басамыз. Получение информация жүреді. Енді қайттан
рассылка жүретін болады. Қарап отырсаңыздар, жаңа бір сообщение жіберілген еді. Міне 2 сообщение жіберді, уже 58 лимит болып қалды. 2 адамға жіберілді деп жатыр. Қазір қарап көрейік. Мынаны отмент етейік. Паузаға қойсақ та болады. Қазір парақшама кіріп қарайын. Енді дайрект бөліміне өтеміз. Не бұл адам менің парақшама жаңа постқа комментарий жазған екен. Қазір кіріп көрейік. Шынымен де жазған бекен, жоқ әлде өтірік бекен. Сыздықова, қателеспесем. Так, міне Сыздықов деген адам менің парақшамда осы комментарий жазды. Яғни бұл қате емес. Яғни программа жұмыс жасап тұр. Қайтадан программаға қайта оралайық. Мынаны отмент ете салайық. Аха. Енді тағы бір функция бар. Бір адамның публикациясын аламыз. Копировать ссылку деп. Енді выполнить рассылку по аудитории публикации. Енді тест деген таңдаймыз. Енді осы жерде тек менің подписчиктерімді деген таңдаймыз. Яғни осы постқа, мына постқа лайк басқан адам, еще ол менің подписчигім болатын болса, оған сообщение жіберу керек. Білмеймін, мен бұл посттың ішінде менің подписчигім бар ма, жоқ па. Бірақ сонда да қарап көрейін. Окей деп басам. Енді получение информации деп жүреді. Қазір көрейік. Міне уже загрузка жүріп жатыр. Шамасы оның ішінде менің подписчиктерім бар деген сөз. Міне уже бірінші сообщение жіберілді. Қазір қарап көрейік. Паузаға қоямыз, болды. Тоқтасын. Міне барамыз. Ербол қызы деген қолданушы маған жазылған екен. Және осы постқа жаңағы қазір қараймыз. Мына постқа лайк басқан екен. Түсінікті. Мынаны өшіріп тастаймыз. Үстінен басып тұрамыз. Сосын отмент отправка сообщение. Міне осы программа осылай жасайды. Яғни рассылка дегеніміз дәл осылай жұмыс жасайтын болады. Отменить задание дегенді басамыз. Біз осы видеода рассылка функциясының қалай жұмыс жасайтынын қарастырдық. Келесі видео сабақта мына жердегі функциялардың қалай жұмыс жасайтынын қарастыратын боламыз. Келесі видеода кездескенше.